Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима. Сіздер мен сияқты рамионды жақсы көретін болсаңыздар, бірақ қалай жасайтынын білмейтін болсаңыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге рамионның дұрыс жасалу жолын көрсететін боламын. Осындай дәмді, сорпасы ащы, күшті болып шықты. Ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен ыдысымызға 600 грамм суымызды құямыз. Газын отын жағып, рамион пісіретін ыдысымызды, яғни суымызды газын үстіне қоямыз да, суымызды қайнатамыз. Суымыз қайнап жатқан кезде рамионның кеспесін дайындап тұрайық. Менде осындай булдаг рамионы, және де бұл жерде халал деген знагы бар екен. Мінекей біздің кеспеміз және де соустары. Біздің суымыз қайнады. Енді кеспемізді осы суымыздың ішіне салып 5 минут пісіреміз. Яғни 5 минут бойы қайнатамыз. Арасында бір немесе 2 рет осы шанышқының көмегімен кеспелерімізді осылай араластырсақ болады. Яғни бұл жерде біз бір-бірінен ажыратып жатырмыз кеспелердің, яғни жабысып тұрмас үшін. Міне біздің 5 минутымыз өтті. Біздің кеспеміз пісті. Кеспемізді пісіріп болған соң, ендігі кезекте соустарын қосайық. Міне осының ішінде ірімшік ұнтағы деп тұр. Осы ірімшік ұнтағының бәрін қосамыз. Қосып болған соң жақсылап тұрып араластырамыз. Ендігі кезекте қызыл пакеттегі соусын қосамыз. Бұл негізі қызыл пакеттегі соусы өте ащы екен, яғни ащы соус. Сол үшін де мен жартысын ғана қостым. Егер сіздер, яғни острый рамион жақсы көретін болсаңыздар, бәрін қосыңыздар. Осы жарты қосқан соусымның өзі ащы болып шықты. Егер сіздер ащы жемайтын болсаңыздар, кішкентай ғана қосыңыздар. Дайын болған рамионымызды басқа ыдысқа, яғни кесеге құямыз, жеуге ыңғайлы болу үшін. Осы рамионға жұмыртқа қосып жесеңіздер де болады. Міне мен бұл жерде суға піскен жұмыртқаны, яғни кесіп, осы рамионымыздың үстіне қойдым. Сіздер суға немесе қуырылған жұмыртқаны осы рамиондарыңызға қосып жесеңіздер болады. Ол өз қалауларыңызда. Міне біздің рамионымыз дайын болды. Өте дәмді, яғни средний острый деп айтады ғой. Сондай болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл жерде рамионды сорпамен ішеміз, иә? Енді сіздерге сорпасыз түрінде көрсеткім келеді. Осы видеода көрсеткенде кеспемізді пісіріп аламыз. Сосын осы кеспеміздің суын алмай тұрып, бірінші 8 қасық кеспеміздің піскен суын алып қойамыз да, қалған суын төгіп тастаймыз. Мына видеода көріп тұрғандарыңыздай, қалған 8 қасық суын рамионымыздың үстіне құямыз да, оның үстіне осы ірімшік ұнтағын салып, рамионымызды жақсылап тұрып араластырамыз. Ендігі кезекте осы қызыл пакеттегі соусын құямыз. Жаңа айтып өткендей, бұл соус, яғни ащы соусы. Сондықтан да бұл жерде мен тағы да соустың жартысын ғана қостым. Міне осылай сорпасыз біздің рамионымыз қызыл болып көрінеді, яғни әдемі болып көрініп тұр. Шынымды айтсам, маған осы рамионды сорпасыз жеген ұнады, яғни ащы болып дәмді болды. Сіздер де міндетті түрде сорпасыз рамиондарыңызды жеп көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер.